Қазақмыс сақтандыру компаниясы әлеуметтік бағдарлама әзірледі. Бағдарламада қауіпті өндіріс аймағында жұмыс істейтін қызметкерлер үшін медициналық сақтандыру қарастырылған. Толығырақ тілшіміз Жансая Дәріғұлдың материалында. Медициналық сақтандыру бағдарламасы жұмысшылар үшін ақысыз негізде жүзеге асырылады. Шығындар толығымен жұмыс берушінің есебінен жабылады. Сондай-ақ қызметкерлердің өздеріне ғана емес, барлық отбасы мүшелеріне де қызмет көрсетілмек. Бағдарламаның негізгі мақсаты амбулаторияда, стационарда медициналық көмекті уақытылы және тегін ұйымдастыруды сақтандыру бағдарламасы аясында бүкіл Қазақстан бойынша емханаларда зертханалық және диагностикалық тексерулерден өту болып саналады. Ауырып қалған жағдайда медициналық көмектің барлық мәселелері бойынша ақпарат алу үшін пластик картада көрсетілген байланыс телефондарына және экранда көрсетілген кол орталыққа хабарласу қажет. Емделуші тіркеу бөліміне жүгінеді. Дәрігерге жазылып, қабылдауға келіп, сақтандыру картасын және жеке куәлігін ұсынады. Сәлематсыз ба? Мен давлением көтеріңкі болып жүреді, соған дәрі алайын берем сізден. Полиспен өсіреліңіз беріңізші. Дәрігерге алғаш рет барғаннан кейін сақтандырылған қызметкерге мамандардың кеңесіне жолдама беріледі. Дәрілік препараттарды алуға рецепттер тағайындалады. Зертханалық диагностикалық зерттеулер жүргізуге жолдама беріледі. Мынау рецепт, асыдағы аптекаға барасызда, фенолаприл дәріңізді алып ішесіз. Рецепт алғаннан кейін емделуші өзіне қажетті дәрі-дәрмегін емхана ғимаратында орналасқан дәріханадан таба алады. Архимедес Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясы ассистанс бағдарламасы шеңберінде Балқаш қаласында Қазақмыс корпорациясы қызметкерлеріне 3 амбулатория базасында медициналық көмек көрсетеді. Абай көшесі 1 мекенжайында орналасқан Жезқазған медициналық орталығы зауыт емханасы, Сейфуллин көшесі 40 мекенжайында орналасқан нөмірі 1 емханасы және Қазбекова көшесі 25 мекенжайында орналасқан нөмірі 1 емханасының филиалы. Здесь застрахованные клиенты могут... Сақтандырылған қызметкерлер емдік диагностикалық қызметтердің көптеген түрін ала алады. Яғни дәрігерге келгеннен кейін зертханаға анализдер тапсыру үшін жолдама алады, немесе рентген, ультрадыбыстық диагностика, ФГДС және тағы басқа зерттеу әдістеріне жолдама беріледі. Сонымен қатар стационарда алмастыратын терапия, массаж және физиотерапия сияқты қызметтерді алуға болады. Айта кету керек, жоғары температурада, қан қысымының жоғарылауында, өткір ауырсынумен қатар жүретін созылмалы аурулардың өршуінде дәрігерді үйге шақыруға болады. Сондай-ақ бағдарлама аясында ауруханалық демалыс ашу мүмкіндігі бар.